Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Диана. Бүгін өте дәмді әрі пайдалы Ташкент шайын дайындаймыз. Оған бізге керекті заттар апельсин, лимон, бал, нават қоссаңыздар болады, және де жалбыз, және қара шай мен көк шай. Ең алдымен жемістерімізді шәйнегімізге салып, оның үстінен жалбызымызды саламыз. Дәміне қарай нават қоссаңыздар болады. Мен бір түйірін қостым, және де 1-2 қасықтай бал құямыз. Бұл шайды көк шаймен немесе де қара шаймен де жасауға болады. Өздеріңізге байланысты. Мен екеуінде араластырдым. Яғни біреуі көк шай, біреуі қара шай. Осындай пакетированный салдым. Ал егер сіздер кәдімгідей түйір шай салсаңыздар болады. Үстіне ыстық суды құямыз, және де 5 минуттай тұндырып қоямыз. Біздің шайымыз дайын. Баршаларыңызға ас болсын, өзіңіздің сүйікті тағамдарыңызбен, тәттілеріңізбен берсеңіздер болады. Мен бұл жерге кептірілген жемістер және де печеньені салып қойдым. Осымен бірге дәмдіреп тұрып шай ішетін боламын. Баршаларыңызға рахмет. Менің каналыма жазылуды, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар. Сіздермен болған Диана.